Армысыздар. Жергілікті дәрігердің жолдамасынсыз қандай консультациялық диагностикалық қызметтерді алуға болады? Бұл диагнозды бір жағдайда тексеру үшін бейінді маман қосымша зертханалық аспаптық зерттеулерге және басқа мамандардың консультациясына жібергенде. Сондай-ақ пациент дерматовенерологиялық бейінді аурулар туралы арнайы маманға хабарласқанда. Келесі, бір жағдай шеңберінде бейінді маманға екінші рет жазылуға өтініш берген кезде науқас офтальмологиялық, оторингологиялық және басқа да жарақаттарды қоса алғанда, жарақаттың кез келген түріне жүгінгенде, науқас шұғыл және жоспарлы стоматология көмек көрсету бойынша хабарласқанда, жылжымалы медициналық кешендермен және медициналық пойыздармен қызмет көрсету кезінде, пациент жастар сауықтыру орталықтарына хабарласқанда, сондай-ақ тіркелген жері бойынша акушер-гинекологқа және психологқа жүгінген кезде. Келесі, науқас динамикалы бақылау жүргізілетін медициналық ұйымның бейінді маманға жүгінген кезде. Стоматология қызметтерді жергілікті дәрігердің жолдамасынсыз алғысы келетін пациенттердің назарына. Медициналық ұйым әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының дерекқорына кіретін білу қажет. Әйтпесе, емхана стоматология клиникаға медициналық көмек үшін ақысын төлей алмайды. Айта кетейік, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінде консультациялық диагностикалық көмек созылмалы және әлеуметтік мәні бар аурулар бойынша, сондай-ақ туберкулез пен ВИЧ инфекциясын диагностикалау және емдеу шеңберінде ұсынылады.